Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай ағзаға өте пайдалы шлактардан арылтатын, бір аптада 4-5 кг салмаққа дейін тастауға болатын смузи түрлерімен бөлісемін. Бірінші біздің жасайтынымыз жасыл смузи. Бізге керегі салат жапырағы, бір киви, жарты алмұрт және жарты алма. Бұл смузидің ағзаға пайдасы: шлактан, токсиндерден арыласыз, дәретке бару жеңілдейді және бойыңызда жеңілдік пайда болады. Бұны көбіне перекустың орнымен алмастыруға болады, яғни таңғы ас пен түскі астың арасындағы уақытта немесе түскі ас пен кешкі астың арасында қарныңыз ашқан кезде осы смузиді ішіп жіберсеңіз болады. Барлығын блендерге турап салып, бір стакан салқын су құйып жібереміз, сөйтіп езіп шығамыз. Болған соң ыдыстарға құйып, бірден пайдалана берсеңіздер болады. Келесі бізде сары смузи. Бұл тек жемістерден тұрады. Бізге керегі бір банан, жарты персик және алма. Бұл смузи ішінде банан болғандықтан өте тойымды болады. Сондықтан бұны кешкі астың орнымен алмастырсаңыз болады. Барлығын турап, бір стакан салқын су құйып, блендермен езіп аламыз. Бұл смузидің дәмі өте тәтті, сондықтан кішкентай балдарыңызға берсеңіз де ішіп қояды. Келесі бізде қызыл смузи. Бұған жарты қызылша, жарты персик және жарты банан қосылады. Қызылшаны қайнатпайсыздар, пісірмейсіздер. Осы шикі күйінше турап-турап салып, блендерден өткіземіз. Бұл смузидің ағзаға тигізер пайдасы өте зор, яғни анемиясы бар кісілерге жақсы, гемоглобинді көтереді, ағзада зат алмасуын тездетіп, артық салмақтан тез арылуға көмектеседі. Бұл смузиге күнделікті дәрумен ретінде қарап, бір мезгіл пайдаланып тұрсаңыздар өте жақсы. Барлық заттарды блендерге салып, стакан су құйып, блендермен езіп аламыз. Осымен біздің смузилеріміз дайын. Күнделікті өздеріңіздің тамақтану рациондарыңызға кіргізсеңіздер болады. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, подписка батырмасын басып тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әсел. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.